Қадада отырғанда көз қайсыл жерде болуш керек. Дегеле намазда әрбір қимылында көз қайсыл жерде болу керек. Ушыларды бір көрсөтүп беріп қойыңызшы сұранычы. Мындай сіз ниет қылып отырсыз ғой, Аллаху акбар деп қиям деп қоябыз. Алақан қыбланы қараш керек. Қол өзінің авалында болуш керек. Аллаху акбар. Құлақтың жұмшағына чейін келіш керек. Андан кейін сәжда қыла тұрған жерді қарап тұрасыз болды. Имам оқытау, өзіңіз оқытасыз ба, сәжда қыла тұрған жеріңіз қайер? О жерде қарап тұрасыз. Рүкүгө ардыңыз. Аллаху акбар деп. Рүкүдө ушу эки буттун ортосын карайсыз. Сами Аллаху лиман хамида, кайра сажда кыла турган жерди карайсыз. Аллаху акбар деп туруп саждага бардыңызбы? Мурундун учу дейт. Мындай кылып. Мурундун учу. Көздү жумбайсыз. Аллаху акбар деп эки сажданын ортосунда отурасызбы? Жөнү баланы алдыга отурасыз го? Ошол жерде эле карайсыз. Кээ бирлер жүрөгүн карайт, кээ бирлер колун карайт, жана башка жок. Жөн эле алдыңызды карайсыз. Андан кейін салам бергенде иінді қарайсыз. Салам алейкум рахматуллах. Бұл жақты емес. Бұл жақты қарап. Бұл жақты салам бергенде бұл жақты қарайсыз. Болды.